Сегодня мен мынаны асамын. Мына ішінде не болды деп бояп көресіңдер, друзья. Давайте вместе асып көрейік. Мына стакан, это блюзка, мына блюзка, мына екеуі қосатыны, это заколочки, мына кремация ететін сондай бұл палочка, мына тұрған низинка, смотрите, он вместе с солнышкой. Мына подсказкасы. Қара жасау керексің, сендер білмейсіңдер. Знаете, где он научился? Смотрите сами. Надо этого положить вот сюда и смотрите сами. Вот. Друзья, кубус заспылмасын, печаткой его керекпіз. Друзья, мынау екі затты астылсын өшеп стаканға қоямыз. Біз заколочка жасап жатырмыз. Біз мынаны 2 минут астырамыз. Екісін біз өзі қиып алдық. Друзья, бізде розовый был, мынандай был, мынандай, ой, қыз, не мынандай бар. Осылардың бәрін стаканға қоямын, сосын араластырамын. Міне блюзкамен сап араластырып жатыр. Ух ты, какой красивый цвет. Енді сол араластырып жатырмын, мен формочкаға құямын. Міне көк формаға құйып болдым, енді резинкаға құямын. Көк формаға құйдық, енді печеньге дейін кептелеміз. Потом заколкаға жабыстырамыз. Бір күн кептірдім. Ұстап көрдім, қолыма жұқпайды екен. Голубой формочкадан чесіп алдым, заколкаға жабыстырдым. Вау, смотрите, как классно получилось!